Таразы кеттік. Сәуір айында не күтіп тұр екен? Таразы. Сәуір айы қандай болады екен? Қандай өзгерістер күтіп тұр екен? Жалпы сәуір айының энергиясы. Сәуір айында кішкене жалығу бар. Жалығып, бірдемеге біркелкі дүние, біркелкі өмір, сондай сізді жалықтырып, бір жалғыз болғыңыз келетін кезең. Ай десе болады, иә? Болады ғой. Қашып кетіп, бір өзіңмен өзің болып, бір ойланып, ойға батып, шашаңқы күй десе болады. Ары қарай кеттік. Жұмыс және қаржы мәселесі. Жұмыс және қаржы мәселесі. Қандай болады екен? Жұмыс және қаржы мәселесі. Асығыста боласыз. Әрекетте боласыз. Әрекеттеріңіздің бәрі анандай асығыс, уақытылы жасау керек. Уақыт келді. Мысал үшін, аяқ астынан бір сомада ақша түсуі мүмкін. Саудамен, кәсіппен айналыссаңыз, әрекеттер көп болады, сауда көп болады, жанталасып жүресіз, жүгіресіз деген сөз. Содан кейін бірдеме сатып алайын деген, бұрыннан бері ойлап жүрсеңіз, я машина алайын деп едім деп, иә. Содан кейін ойландыңыз, толғандыңыз, жарайды, көреміз деп, ал осайда алу керек деген сияқты. Не болмаса үй сатып алу мәселесі, иә. Осайда алу керек, міндетті түрде алу керек деп. Содан кейін бұрыннан бері бірдеме бастайын деп жүрген ойыңыз болса, болды. Осы сәуір айында обязательно бастаймын деп, өз-өзіңізге сондай именно әрекет, қозғалыс, өзгеріс, жылдамдық картасы бұл. Энергия керемет бұл картаның. Әрекет бір болады ғой, ояну деген сияқты. Энергияның келуі. Міне, күшті. Ақша тез келеді. Әрекеттердің бәрі тез болады. Әрекет, қарым-қатынас. Қарым-қатынас сәуір айында таразылар қалай болады екен? Қарым-қатынас жағынан өкінішке орай кішкене көңілден қалу бар. Көңілден қалу, мұңаю, құштарлық жоқ қарым-қатынасқа. Как-то сезім жағынан сондай мәз емес болып тұр, таразылар. Энергияңыздың бәрі мына жаққа кетіп қалатын сияқты ғой, әрекетке, ақшаға, финансыға. Қарым-қатынаста что-то энергия жоқ болып тұр. Как-то онша құштарлығыңыз жоқ болып тұр махаббатқа. Ары қарай кеттік. Қандай кедергілер болуы мүмкін? Қандай дүниелерді назарда ұстау керек? Бәлкім оның алдын ала аласыз. Сіз білмеген бір құпия ақпарат. Ашылуы мүмкін. Бұрыннан бері сізден жасырып жүрген бір секрет тайнаның ашылуы. Өкінішке орай солай. Не болмаса, мысал үшін, сіз бір жұмысты жасап отырсыз, атқарып отырсыз. Содан кейін сол жұмыста сіз алдын ала ойламаған, жоспарламаған бір қиыншылықтар пайда болуы. Болады ғой, мысал үшін, жаңа кәсіп бастадыңызда, жақсы келе жатты, содан кейін сіз ойламаған бір дүниесі бар екен, например, сезон, мен білмептім бұл жұмыс сезонны екенін. Не болмаса бір жерде жұмыс атқарып отырсыз, сіз білмеген бір мәліметтер шығып қалуы. Не болмаса қарым-қатынаста, сіз білмеген бір ситуациялар, әңгімелер шығып қалуы мүмкін. Бір жасырын тайна картасы бұл. Даму бағыты. Немесе өсу нүктесі. Өсу үшін, даму үшін қандай энергияда бағытта болу керек? Кәне, даму үшін, өсу үшін сізге сабырлық сақтау керек. Сіздің дамуыңыз, өсуіңіз, қалай айтса болады, тез болмайды. Бұл жерде шыдамдылық болу керек. Өзіңіз шыдамдылықпен қарау керексіз. Мысалға, сіздің өзіңіздің жеке кәсібіңіз бар, алайда жұмыс келе жатыр, бірақ өзіңіз ойлайсыз, қашан менің үлкен сомада обороттарым көбейеді деп, мысал үшін. Сіздің обороттарыңыз көбею үшін, сіз күнделікті жұмыс жасау керексіз. Сіздікі бір мәрте көтеріліп кетпейді. Бұл күннен күнге, айдан айға жасалатын әрекет. Сол әрекеттің түбінде сіз сабырлық түбі сары алтын дейді ғой, сол сияқты міне. Асықпай,
ретімен болатын дүние. Сабырлық таныту керек дейді. Ары қарай кеттік. Кеңес картасы. Қандай кеңес береді сізге карта сәуір айына? Бір дүниені бастамас бұрын дұрыстап ойланып ал. Ойланғанда ешкімнің сөзін тыңдама. Біреулердің пікірлерін тыңдама. Жан дүниеңмен сырлас. Арасында демалып ал. Демалып алғанда просто бүйтіп, жай бүйтіп демалу емес, именно жаныңмен, тәніңмен демалып ал. Бір істі бастамас бұрын интуицияңды тыңдап, кереметтей басында анализ талдап жасап ал. Сонда ғана сенде нәтиже болады. Біреудің сөзіне ерме, өз ойлағаныңды жаса. Өз ойлағаныңды іске асыр дейді. Бұл жерде бұл дегенің жалғыздық картасы. Сізге кеңес айтатын адам керек жоқ, ақыл айтатын адам керек жоқ. Жауаптардың бәрі сіздің ішіңізде. Сізге тек қана өзіңізбен дұрыстап диалог орнату керек. Жауаптардың бәрі өзіңде дейді. Міне. Сонымен таразы, сәуір айына болжам. Лайк басамыз, подписаться басамыз. Жеке расклад керек болса, нөмір описанияда мына видеоның астында. Сау болыңдар таразылар.